Тірліктің ауырышын, қиынышын, тарихтың жетіп жатыр күйініші. Биназар батырлықпен өле білген болашақ ұрпағының бүгін үшін. Қадыр Мырза Әлі. Мойынқұм өңірінде аласапыран алмағайып заманда артынан ерген жұртына пана болып, оны жауларынан қорғаған батыр Биназар Ақеділұлы мекен еткен. Биназар батыр шамамен 1804 жылы дүниеге келіп, 1874 жылы өмірден өткен. 1994 жылы Биназар Ақеділұлының ұрпақтары Сұңқар сайындағы зиратына кесене тұрғызды. Бір қызығы, Сұңқар шоқысында шығысқа қарап жатқан батырдың бейнесі тау беткейінде қалып қойғандай. Таң қаларлық дүние. Атына зат сай дегендей, Сұңқар шоқысының тыныштығын сақтаған батырдың қос қыраны қалықтап жүр. Сарбаздардың да жауға мінер жылқысы да дайын тұрғандай. Табиғатының сұлулығына көз тоймас құт мекен. Қазақ болғалы небір қиыншылық пен тауқыметтерді басынан өткізді емес пе? Еліміздің шұрайлы, қойнауы қазба байлыққа толы жеріне 19 ғасырда оңтүстіктегі Қоқан хандығы көз алартып, оқтын-оқтын қарақшылық шабуыл ұйымдастырумен болады. Сондай шабуылдың бірінде Сыпатай батыр Биназарға Қоқан батырымен жекпе-жекте шығуға ақ батасын береді. Әруағы тасыған жас жігіттің күші басым түсіп, Қоқанның батырын атынан аударып түсіреді. Одан әрі ай-шайға қарамай қоқандықтардың қолына қарай қарсы шабады. Қоқандықтарды ойсырата жеңуге тікелей әсер еткен осы жекпе-жектен кейін атағы жер жарып, от жүрегі ерлігімен елінің ұранына айналады. Биназар батыр Шуртпалы Ағыбай батыр мен Ысты Бөлтірік шешенмен айтарлықтай сыйластықта қарым-қатынаста өмір кешкен. Ол туралы ел жадында жатталған батыр ерлігі мына бір эпизодта әдемі көрініс тапқан. Жолаушылап келе жатқан Биназар батыр мен Бөлтірік шешен бұлақ басына жайғасып тынығып алмақ болады. Осы кезде сау етіп қарақшылар бас салады. Амандық саулық жоқ, ай-шайға қарамай қолдарын қайырып тінте бастайды. Олжалаған заттарына көңілдері толмаған қарақшылар екі қарияны мазақ етіп ән салдырмақ болады. Сонда қариялар: қолымызды байлап ән сал дегендерің қайсасқандарың, ән тыңдағыларың келсе қолымызды шешіңдер, әлде қорқып тұрмысыңдар деген екен. Қарақшылар қаусаған екі шалдан қорқар жайымыз жоқ деп күліп қолдарын босатыпты. Осы кезде «Вау» деген астымдағы мінгенім тайтор еді, екеу ара өлеңді айтар едік. Осылардың төртеуін мен ұстасам, ер Бөлтекең үшеуін қайтер еді деп Биназар батыр өлеңдете кетеді. Мұны түсіне қойған Бөлтірік екеуі бас салып қарақшыларға тап беріп тырп еткізбей басып алады. Сонда қарақшылар: «Ойбай ағатайлар, жаздық жаңылдық, бізден бір қателік өтті, қасық қанымызды қиыңыздар» деп жалынып жалбарынады. Сол кезде Бөлтірік шешен: «Қарақшы қарғысқа кезігер, азамат алғысқа кезігер. Қарақшы шыбын жанын күйттер, азамат халқының қамын күйттер. Адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң» деп сөзге тартады. «Ойпырмай жәкесі, сөзіңіз сүйектен өтті ғой, бұл енді қайталанбайды. Сіздерден жөнде сұраспадық, кімсіздер?» деп қарақшылар мәймөңкелей бастайды. Сонда батыр ағамыз: «Мына кісі от ауызды, орақ тілді, қазақтың Бөлтірік шешені, ал мен Биназармын» дейді. Қарақшылар болса: «Бізді қара басты, кешіріңіздер» дегеннен соң қанды балақ қарақшыларды тәубаларына келтіріп, батыр екеңдер қоя береді. Бұл да бір ерліктің белгісіндей дүние. Батырдың сөзі өлгені, өзі өлгені. Көре алмас күншілдіктің құрбанына айналған есіл ер.
өзіне жасалған қастандықты біле тұрып, батырлығына кір жуытпай, у салған етті жеп, Жайлаубек болысты өлімнен арашалап қалды. Жасы келіп қалған батыр, оқыған көз ашық Жайлаубек тірі қалса, елінің ертең үшін қыруар жұмыс жасайтынын білді. Көзін жұмып бара жатқанда, менің кегімді даулап, бірге туған ағайындармен араз болмаңдар деген соңғы тілегін айтыпты. Мұндай тағдыр, мұндай ерлік ешкімнің еншісіне жазылмаған шығар. Бұл күнде батырдың маңдай терінің иісі сіңген дулығасы ұрпақтарының қолында сақтаулы тұр. Бізден қалған атаға тек қана осы атаның дулығасы. Одан бұрын несі болған екен? Семсері, қылышы, мына тұмақтың төңіректері. Оны сол кездегі балалары тебер қып алып кеткен екен. Ата халқының қамын ойлаған. Осы Шу өзенінен осы Сапқоздарға қарай осы Мойынқұм ауданында су тартқан. Өткелектен өткізіп кәдімгі қолменен күрекпенен тоғанды қазып ауылға су келтірген. Халқының қамын ойлаған. Сол кездегі елге тыныштық бермеген жоңғарлармен күресте бұл кісі жеңіске жеткен. Құмдал қапты мыңғырған малға толтырып, ел еңсесін тіктеуге сүбелі үлес қосқан, 2 мәрте социалистік еңбек ері атанған Жазылбек Қуанышбаевтың кіндік қаны тамған мекен ғой бұл. Қазіргі таңда ұрпақ игілігіне қызмет етіп жатқан мұражайы да бар. Осы мұражайда Биназар батырдың да естелік бұрышы ашылған. Музейдегі бұрышымызда Биназар батыр атамызға арналған бұрышымыз бар. Онда атамыздың кесенесі, дулығасы, ұрпақтарының жәдігерлері, кітаптары қойылған. Біз өскелең ұрпаққа осы жәдігерлерді насихаттап, батыр бабамыз жайлы мағлұматтар беріп, насихаттау жұмысын жүргізіп жатырмыз. Я, шыр алыбы Жамбыл, ызғарлы желтоқсан суығына кеудесін тосқан халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтей текті жандарды дүниеге әкелген құт мекен жайлы айтылар әңгіме деректер жеткілікті. Біз бір ғана Биназар батыр жайлы қозғадық. Ауданның Бірлік ауылында Биназар батырдың ел жұрты орнатқан еңселі ескерткіші тұр. Биназар бабаның сүйікті ұлы мен өзінің өміріне жасалған қастандыққа кек сақтамай, елді алаламай, жұртшылықтан тымақты бірлікке үндеп жарастыруы кім-кімге де үлгі өнеге емес пе? Осы игі дәстүрді Биназар батыр атаның ұрпақтары жалғастыруда.